Білім шамы әдісі балалардың пәнге деген қызығушылығын арттыратын бірден-бір әдіс болып табылады. Бұл әдісті барлық мұғалімдер кез келген пәнге қолданса болады. Осы видеомның астында мына шамдарды қай жерден жүктеп алуға болатындығы жөнінде сілтемені қалдыратын боламын. Сол сілтеме арқылы кіріп, шамның жасалу үлгісін алсаңыздар болады. Өздеріңіздің пәніңізге арналған сұрақты шамның бір бетіне жазып, оны келесі таза шамның парағымен жапсырасыздар. Сөйтіп бір-біріне бекітіп, оған ұстағыш жасап, қолданғанға ыңғайлы етіп қоясыз. Бұл шамның ерекшелігі, қолға алған кезде ешқандай сұрақ көрінбейді. Сұрақты көру үшін ұялы телефонның жарығын қолдануға тура келеді. Ұялы телефонның жарығын қосқан кезде шамның ішінде жасырылған сұрақ көрінеді. Бұл оқушылардың жай карточкадан сұрақ таңдап алғанына қарағанда өте қызықты әсер етеді. Себебі жай көзге көрінбейтін сұрақтар шамның жарығымен ап-анық көрінетін болады. Және сондай-ақ сұрақтардың арасында сыйлық жасырып қойсаңыздар да болады. 10 оқушының 9-ына сұрақ түссе, бір оқушыға сыйлық түседі. Бұл да оқушылардың пәнге деген, оқуға деген қызығушылығын арттырудың бір жолы деп санаймыз. Бұл шамдарды қалай жасағандығымды айтып өтейін. Алдымен сілтемеге өтіп, сол жердегі шамдардың суретін өзіме көшіріп алдым. Ноутбукпен шамдардың ішіне өзіме дайын керекті сұрақтарды жаздым. Сөйттім де, сұрағы жазылған шамдарды да, сұрақ жазылмаған таза шамның суреттерін де шығарып алдым. Әрқайсысын жеке-жеке қидым. Ал ұстағыш ретінде қатты қағазды пайдаландым. Қатты қағазды жіңішкелеп қиып шықтым. Содан кейін сұрақ жазылған шамды астына қойып, оның үстіне ұстағышты қойып, және сұрақ жазылмаған шамды бетіне қойып, оларды желіммен жабыстырдым. Сол кезде осындай білім шамдары пайда болды. Сіздер де жасап, сабақтарыңызға пайдаланыңыздар.